қоғамдық өмірдегі барлық қарым-қатынастарды реттеп тұратын заңдарды парламент қабылдаған кезде оны халыққа арнап қабылдау керек, көпшілікке арнап қабылдау керек. Билікке қарай бұрмаланбау керек ол. Мысалы, бізде баспасөз туралы заң бар. Ол баспасөз туралы заңда еркін ақпарат құралдарымен бірге, мына мемлекеттік ақпарат құралдарымен бірге еркін тәуелсіз ақпарат құралдарда болуы мүмкін деген меншік, телевидение, меншік, газет деген сияқты адамдардың құқы берілген солай. Газет ашуға, радио ашуға меншік. Енді ондағы тым мемлекеттің саясатын жүргізумен бірге ондағы адамдардың құқына шектеу қойылатындай, журналистің кәсіби мамандығына шектеу қоятындай заңдар болмау керек. Олар еркін болу керек. Осыны тек қана заң ғана реттей алады. Егер ол заң дұрыс болмайтын болса, онда ол жаңағы тәуелсіз басылымдарды, тәуелсіз баспаларды, тәуелсіз журналистерді мына құқық қорғау органдары шектеп сөйтіп отырады, жаңағы заң шығарып қойып. Негізі бізде осы қарап отырсаңыз, кейінгі жылдары журналистер соттала бастады. Бұл нені көрсетеді? Бұл баспасөз бостандығына, сөз бостандығына, адамдардың ақыл-ой бостандығына шектеу қойыла бастаған көрсетеді. Әрине, бір қоғам болғаннан кейін белгілі бір заңдар болу керек. Бірақ ол заңдар адамдардың мамандығын, оның қызметін, қоғамдық қызметін шектеп тастайтындай деңгейде емес, ол сол шекарадан аспайтындай болу керек. Бізде мысалы бір журналистер бірдеңе жазса, қоғамдың бір мүшелерін сынаса, мысалы биліктегі бір адамдарды сынаса, оны алып таста деп біреулер телефон шалатын көрінеді. Ана мақалаларыңды алып тастаңдар деп. Егер ол болмаса, жаңағы полициядан адамдар келіп тұрады екен. Соны көріп жүрміз, неден, бейне жазбалардан көріп жүрміз. Негізі полицияның бұл жұмыспен айналысуға хақы жоқ. Ол жаңағы тәуелсіз ақпарат құралдарына ықпал ету үшін белгілі бір адам өзінің хақын қорғағысы келсе, дұрыс жазбады деп, ол сотқа арыздану керек. Содан соттан белгілі тексеруші адамдар келіп анықтау керек оны, экспертиза жасап. Ал бізде сразу жаңағы полиция келіп тұрады, қаруын асынып, қоршап соны. Бұл деген дұрыс емес. Бұл деген билікті асыра пайдалану деп айтады. Бұндай билікті асыра пайдалану, оны билікті халыққа қарсы қояды. Сондықтан мұндай жерлерге, мұндай журналистерге полицияны жіберген дұрыс емес. Осыны реттеу керек. Егер ол ақпарат құралы дұрыс жазбаса, оны ертеңінде басқа газеттер, мына газет дұрыс жазбай жатыр деп ақпарат беру керек. Міне осындай нәрселер бар. Біздің заң деген қоғамдағы қарым-қатынастарды реттеп тұру керек. Реттеп отыру керек. Кім артық кетік болса, соның артық кетік қалған жақтарын айтып. Егер ол реттей алмаса, өз бір-бірімен келісімге келе алмаса, оны сотқа жүгіну керек. Сот төрелігін айту керек, мына жақтікі дұрыс деп. Сонда ол адамдардың наразылығы болмайды.
Биздин халкыбыздын нааразылыгы бийликке деген жеккөрүнүшү өдөп кеткен. Мына каңтар көтөрүлүшүнүн кезинде көрдүңүздөр го. Бийликтеги адамдар жайында бир сөздөрдү айта баштасаң, адамдар боктона баштайт, түкүрүнө баштайт. Жек көрүп кеткен халык мына бийликтин аракеттерин, көп аракеттерин. Сондуктан бийликтеги азаматтар халыкка сөз сөйлегенде, мына коомдук жанагы акбарат куралдарына халыкка сөз айтканда оларга жанагындай катты күч көрсөтпөө керек. Өзүнүн заңдын чеңберинде кыймылдап үйрөнүү керек. Мәдениет деген болуу керек. Адамдын биз айтабыз го, биздин мәдениетибиз дамыган элбиз. Biz 50 elдің қатарына кірдік. Ғылымымыз, біліміміз дамыды дейміз, бірақ бір кішкентай адамдарды сыйлау жағына келгенде, адамдардың ол да өзім сияқты адам ғой бұл. Бұның хақына кіріп кетпейін деген сияқты бір ойларды ойламайды біздің күштік құрылымдар. Міне осы жағынан келгенде бізде заңмен шектейтін нәрселер өте көп.